Сәлеметсіздер ме? Мен номері 33 жыл порта білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі Сатқан Нұрназат Ілгерейқызы. Менің сіздерге бүгін ұсынатын сабағым 5-ші сыныптарға арналған екілік ақпаратты ұсыну тақырыбы. Ұйымдастыру бөлімінде құндылықтарға негізделе жасалған ребусты шешу арқылы оқушылар мақал-мәтелдердің жауабын табатын болады. Яғни бұл ребустағы бізге берілген суреттер әлеуметтік желідегі күнделікті қолданып жүрген смайликтер арқылы жасалған болатын. Кітап алтын қазына, ас атасы нан, білім инемен құдық қазғандай, бала тілі бал. Осы суреттер арқылы құндылықтарымызды насихаттай отырып, оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ашатын боламыз. Ұйымдастыру бөліміндегі ребусты ең көп шешкен оқушы, яғни мақал-мәтелдердің жауабын көп тапқан оқушы, бізге осы пазлдарды құрастыру арқылы жаңа сабағымыздың тақырыбы мен мақсатын ашып беретін болады. Яғни бұл пазлдар 5-ші сынып оқушылары үшін қызық ойындар, олар жаңағы ұйымдастыру бөліміндегі мақал-мәтелді көп шешуге тырысып, осы пазлдарды құрауға әрекет жасайды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екілік ақпаратты ұсыну. Сабағымыздың мақсаты екілік ақпаратты түсінеді, ақпаратты екілік кодта түрлендіреді. Мен жаңа сабағымды комикс тәсілі арқылы түсіндіретін боламын. Себебі бұл тәсіл оқушының қызығушылығын арттырады және проблемалық жағдаят тудырады. Комикс әдісі визуалды ойлауды дамытады, эмоциялық байланыс орнатады және сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. Комикс кітабымыз бұл бізде мультфильм желісінде құрылған, яғни бұл бетте мұғалім оқушыға жаңа сабақты түсіндіреді. Сол сәтте оқушының сұрақтары пайда болады. Яғни осы тақырыпқа байланысты компьютер суретпен әуенді қалай түсінеді деген оқушының сұрағы пайда болады. Сол сәтте робот, яғни бұл робобит деп аталады. Комикстің ішіндегі атауы робобит шығып, оқушыларға жаңа сабақты, яғни екілік кодты түсіндіреді. Бұл комиксте ертегі ретінде құрылғандықтан оқушылар өздері суреттерге қарап қызығушылығы оянады және оқушылардың қолына осы комиксті шығарып беретін боламыз кітап ретінде. Оқушылар комикста берілген сөздер мен суреттерді тану арқылы, яғни оқу арқылы жаңа сабақты түсінетін болады. Жаңа сабағымызды түсіндіріп болғаннан кейін оқушыларға практикалық тапсырма берілетін болады. Яғни бұл практикалық тапсырмада оқушылар AR кеңейтілген бағдарламасын телефондарына жүктеп, QR-кодты сканерлейтін болады. Сол кезде бізде сурет тіріліп, балаларға практикалық жұмыстың тапсырмасын айтатын болады. Яғни оқушылар сол суретті тірілту арқылы практикалық тапсырманы көреді. Оқушылар мен заманауи компьютердің атасы деп саналатын ағылшын математигі, өнертапқыш және инженер аталарын Чарльз Бэббидж боламын. Менің сіздерге беретін тапсырмам 84, 101, 97, 99, 104, 114 осы ондық кодпен берілген сандарды екілік кодта жазыңыздар және мәтіндік редакторға жауабын теріңіздер. Оқушылар практикалық тапсырманы топпен орындайды. Есептерді топ мүшелерімен ақылдасып шешеді, содан соң мәтіндік редакторда жауабын жазады. Оқушылар топпен практикалық жұмысты орындап болғаннан кейін Сократив платформасы арқылы квиз тапсырмасын орындайтын болады. Яғни жеке-жеке жұмыстанатын болады.
QR код шығады. Осы QR кодты сканерлеу арқылы телефондарымен тапсырманы көреді. Бұл платформадағы тапсырма 8 сұрақтан тұрады. Яғни мен өзімнің атымды жазып тіркелдім. Мен осы жерде шығып тұрамын. Яғни оқушылар осы бөлімде көрініп тұрады. Және де оқушылар өздеріне берілген сұрақтарды рет-ретімен көреді. Бірінші сұрақты басамын. Компьютер сөзінде неше символ бар? Бұл оқушыға телефонында көрініп тұрады. Сұрақтар 9 символ деп басамын жауабын. Менде мына жерде, яғни А варианты дұрыс деп шықты. Келесі сұрақ шығады. Осылай оқушылар егер қате белгілеп қойса, оқушыларға қате. Оқушылар жеке жұмысты орындап болғаннан кейін Omygro платформасы арқылы тапсырмалар орындайтын болады. Яғни бұл тапсырма 3 деңгейден тұрады. Бізде бұл тапсырманы ойын арқылы орындайды. Яғни мысықтың аспазшыдан қашуы. Жалған ақиқат мәндерін басады. Компьютер ақпаратты 0 мен 1 арқылы сақтайды. Ақиқат. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі байт. Жалған. Екілік кодта тек 0 және 1 сандарды қолданады. Жалған деп көрейік. Егер мен жалған деп бассам, бізде мысқымыз әрине тоқтап, келесі сұраққа өтеді. 1 байтта 1024 байт бар. Егер жауаптары дұрыс болып, мысыққа аспазшы жетпейтін болса, онда оқушымыз екінші деңгейдегі тапсырмаға өтетін болады. Келесі, бұл бізде оқушылар осы жерге сұрақтың жауабын енгізетін болады. Яғни бір символ неге тең? Мен жазып көрейін. Просто жай жаза салдым. Яғни мен жауабым қате. Байтта неше бит бар? Байтта 8 бит бар. Қай әріптің коды дейді? А әріпінің коды. ASCII коды нені кодтайды? Яғни бұл бізде мәтінді кодтайды. Бірақ мен қайта жауап жазып кетейін. Егер аспазшы мысыққа жете алмайтын болса, онда біздің мысығымыз келесі деңгейдегі тапсырмаға өтетін болады. Яғни бұл бізде 3-ші деңгейде. Біздің келесі тапсырмамыз, яғни мына жердегі варианттардың біреуін таңдау. Екілік кодтың негізгі артықшылығы неде? Күрделі жазылуы деп басайын. Компьютердің барлық ақпаратты өңдеу тілі қалай аталады? Екілік. Яғни бізде 3 деңгейдегі тапсырмалар 3 түрлі болды. Нені білдіреді? Бейт саны көбейсе не өзгереді? Сапа өзгереді. Біздерде жауабында оқушылардың деңгей бойынша неше сұраққа жауап беріп, дұрыс жауап беріп, қате жауап бергендер шығатын болады. Сабағымыз мақсатына жетті. Енді оқушылардың бүгінгі сабақтан алған әсерлері туралы білу үшін кері байланысты бағдаршам әдісі арқылы дайындап қойдым. Яғни оқушылар өздерінің бағдаршамдарының тұстарына барып, егер сабақтың барлығын түсінген болса, онда қызыл түймені, егер түсінбей тағы да сұрақтары болатын болса, сары түймені, егер ешқандай сабақ түсінбеген болса, онда жасыл түймені басып, өздерінің кері байланыстарын беретін болады. Бүгінгі сабағымыз қызықты өтті деген ойдамын. Себебі 5-ші сынып оқушылары болғандықтан оқушыларға көбінесе ойын форматындағы тапсырмаларды алған болатынмын. Яғни оқушыларды қызықтыру үшін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.